Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айым. Бүгін қазіргі трендте жүрген дубайский шоколадтан да дәмді эскимо дубайский чизкейк дайындаймыз. Дәмі деген енді бомба. Сөзбен айтып жеткізу қиын. Міндетті түрде жасап дәмін көріңіздер. Әдеттегідей құрамына қажетті заттарды видеоның астына жазып қалдырамын. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен жеке ыдысымызға желатинімізге суық суды құйып араластырып жеке қойып қоямыз. Ары қарай ең басты ингредиент кадаиф қамырына көшейік. Кадаиф қамырын мен дайын күйіндегісін сатып алдым. Қолмен жасап көруге де болады. Алдағы уақытта эксперимент жасап көрсетемін. Қамырымызға тахини, яғни кунжут пастасын қосамыз. Оның үстіне фисташка пастасын саламыз да жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жақсылап араластырыңыздар. Біркелкі болуы керек. Тахини пастасына келетін болсақ, тахини пастасын мен өз қолыммен жасадым. Жақсылап араластырғаннан кейін, ендігі келесі кезекте эскимо формаларымызды дайындаймыз. Форманы тақтайшаның үстіне орналастырамыз. Енді жаңағы дайын болған кадаиф фисташка қамырымызды осы формамыздың үстіне саламыз. Мен бір ас қасықтан салдым. Салғаннан кейін үстінен міндетті түрде жақсылап бастырамыз. Салып болғаннан кейін формамызды жеке қоямыз. Енді чизкейкімізге көшейік. Ол үшін мен калихтың сливочно-творожный сырын пайдаландым. Осы сырды миксермен жақсылап араластырамыз. Одан кейін силиконды лопаткамен бір тегіс болғанша араластырып аламыз. Жалпы кадаифсіз жеке эскимо чизкейкті осы рецептпен дайындауға болады. Дәмі ерекше шығады. Келесіде эскимо чизкейкті басқада салмамен дайындап көрсететін боламын. Түбі қалың сотейникке клейгейімізді құйып отқа қоямыз. Мен шатасып бірден клейгейге қантты қосып отқа қойдым. Негізі жеке клейгейді ысытып алу керек, сосын барып қантты қосу керек. Ысыған клейгейге қантты және жарты шай қасық ванильді экстракт қостым. Оның үстіне бағанағы желатинімізді қосамыз. Клейгейдің ыстығымен желатин бірден еріп кетеді. Клейгейімізді жақсылап араластырып аламыз, сәл суытамыз. Енді суыған осы клейгейімізді сливочный сырымызға бірте-бірте құямыз. Барлығын бірден құймаңыздар. Бір бөлігін құйған соң қол миксермен араластырып аламыз. Біркелкі болғанша. Араласқан соң қалған жарты бөлігін қосып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Енді осы дайын болған массамызды крем салатын мешочкқа құямыз да, оны алып бағанағы формамыздағы кадаифтың үстіне құямыз. Массамызды форманы толғанша, яғни барлық жерін жабатындай етіп құямыз. Барлығын құйып болған соң, шпательмен ақырын тегістейміз. Тегістеп болған соң, эскимоның таяқшаларын орналастырамыз. Таяқшаларды салғанда абайлаңыздар, оларды міндетті түрде кадаифке емес, чизкейкке орналастыру қажет. Яғни, сливочный массамызға орналастыру қажет. Енді дайын болған чизкейктеріміздің бетін абайлап пленкамен жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа, одан кейін 1,5-2 сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Енді шоколадты глазурімізге көшейік. Менде молочный шоколад, оны ертеміз, яғни қысқа толқынды пеште немесе булы судың үстінде ертсеңіздер болады. Еріген шоколадтың үстіне май қосамыз. Яғни иісі жоқ күнбағыс майы, не болмаса какао масло майы, не болмаса кокосовый масланы пайдалансаңыздар болады. Мен кокосовый масланы пайдаландым, дәмі өзіме ұнайды. Негізі какао масламен жақсы шығады. Шоколадты жақсылап араластырамыз май қосқаннан кейін. Енді осы шоколадымызды аузы үлкен емес, бірақ биік ыдысқа құямыз. Себебі эскимоларымыз сиятындай болуы керек. Енді мұздатқыштағы эскимоларымызды алып шығып, формадан босатамыз. Қатқан эскимоларымызды формадан еркін босайды. Чизкейктерімізді бірден шоколадқа салып алып, артық шоколады аққанша ұстап, одан кейін пергамент қағазының үстіне қоямыз.
Мен қалған шоколадты шетіне сәл құйып, үстінен фисташка ұнымен әрледім. Немесе фисташка жаңғағымен әрлесеңіздер де болады. Содан кейін чизкейктерімізді тоңазытқышқа саламыз. Тоңазытқышта тұрып, әбден қалпына келуі керек. Ал енді чизкейктеріміз дайын болды. Кесіп ортасын және дәмін көрейік. Мінекей, естіп тұрғандарыңыздай қалай қытырлайды. Ал дәмі деген енді бомба. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.